Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сол Аллаға шүкір етеміз. Көп рахмет қолдауларыңызға. Бәрі жақсы, бала-шаға жанындамыз. Қорқатын ештеңе жоқ, шүкір. Сол айтатыным. Рахмет. Друзья, всем добрый вечер. Пожал дома. Сегодня 15 дней административного срока пребывания в ВВС завершены. Сейчас он в кругу семьи. Все в порядке. Спасибо всем, кто болел, писал. Вот констатируем такое хорошее событие. Абайлап тағы кездесу қолайлы жан рахаттанды. Oh my love, абайлап тағы кездесу қолайлы жан рахаттанды. Oh my love, көзім ілініп барады, сені көргімге барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш, тыныш. Көзім ілініп барады, сені көргімге барады. Аздаған сағаттар қалды, тыныш. Амансыздар ма қазақ елі. Мен міне бүгін отбасыма оралдым, аман есен. Мына Мейірман ағамызға, Жан ағамызға рахмет көп. Осы кісілер бүгін мені үйге алып келді, қара шаңырағыма, отбасыма келдім. Сіздерге мың алғыс, рахмет қазақ елі қолдап жатқандарыңызға. Құрметті достар, барлықтарыңыздың қолдауларыңызға мың да бір рахмет. Бақыттың Қазақстанда қала ма қалмай ма деген сұраққа ертең жауап беретін боламыз. Біздің күресіміз әлі жалғасып жатыр. Бар мүмкіндігімізді пайдаланып, елге қалдыруға тырысып жатырмыз. Сіздерден дұға, тілек. Мына комментарийді оқысаңыздар, доктордың айтуы бойынша Қаржаубайды отырғыздым, Нұрғанатты астым. Қаржаубай кем дегенде 5 жылға отырады, әйелімен ажыратамда позор қылам дейді. Сен соншалықты кімсің? Доктор, сен қатты кетіп бара жатқан жоқсың ба жалпы? Өйткені сен жерге түсесің ау деймін кішкене. Себебі мынау ұлттық комитет бар, заң өкілдері бар. Мынандай комментарий жазып жатқан адамды неге қарамайсыздар? Мынау кішкене психологически есі дұрыс емес па, мен білмеймін, морально кішкене басында ауытқуы бар ма, о жағын білмеймін. Бірақ та мынандай комментарийді кім жазады қазір? Мынау деген қатты ғой, өзі мойындап отыр кәдімгідей, мен барлығын істеп отқан мен деп. Может, шынымен де осының қатысы бар шығар, мен білмеймін, бірақ та доктор, сен қатты кетіп бара жатсың, шли қатты кетіп бара жатсың, бүкіл халықтың көзінше мынау жарайды, Қаржаубайдың отбасын жақсы көрмейді екенсің, бірақ елге жария қылып не істейсің? Өйткені сен біліп отырсың, халықтың бәрі мына Қаржаубай ағаның отбасын уайымдап отыр, и таки ашуланып отқан халықты сен одан сайын провоцировать етіп осындай комментарийлер жазып жатсың. Сенің мақсатың не? Мына халықты провокация істеп көшеге шығару ма, мен оны түсінбедім. Бірақ мына ұлттық комитетпен осы заң өкілдері осы комментарийларды байқасаңыздар, қарасаңыздар, өте дұрыс емес. Мына бізді сол полиция учаскесі шақырған орнына осыларды шақырмайсыз ба? Біз шақырасыздар, ойбай сен кел, сен бүйтуің керек, сен сөйтуің керек деп. Біз сияқты адамдарды шақырасыздар. Ал бұлар қалай мынандай комментарий жазады да, ашық интернет желісінде угроза істеп, мен мынаны өлтірдім, мынаны бүйттім деп отқан адамды неге бір қамамайсыңдар, неге сөйлемейсіңдер, неге заң ретінде неге бұлар қаралмау керек? Бұлар кімдер сонша? Соншалықты өстіп жүріп өстіп жазатындай. Ол өте дұрыс емес қой, қатты кетіп бара жатыр ғой. Өздеріңіз ойламайсыздар ма негізі? Мынау шлей қатты кетіп бара жатсың, доктор, ой, қой болды. Бәріңе сәлем, қайырлы таң. Бүгін жексенбі. Бүгін екі тема сіздерге. Бірінші челлендж жайлы, ана отписка. Екінші Бақыт Реймова, яғни Қаржаубайдың қарындасы жайлы. И оны қолдағыштар жайлы. Челлендж туралы біраз адамдар сұрады, мен де комментарийда не дейміз, өте дұрыс, қолдаймын. Негізі ол арам тамақтарға, кейбір нелерге ол даже подписка жасамау керек еді. Ал енді оларды құры сендер бақпасын деп ол арам тамақтардан әрине отписка жасау керек. Ол бір несі, бірақ ол челлендждің мақсаты мен түсінгенім, олар Шерзат туралы сөйлесін, басқа Қазақстанда болып отқан проблема жайлы сөйлесін деген. Оны енді сіздерге айтайын да, біріншіден, ол адам өзің жүрек сезімі болу керек, ол проблема жайлы айтуды. Оны қинап,
адамды қинап күшпен бағана қорқытып сенден отписка жасаймыз деп, оны бұл ұлтшыл бір патриоттық бір қазаққа елімізге жанашыр қылып өйтіп істей алмайсыңдар. оны ол адамда жүрегінде бар или жоқ, түсініп жатсыңдар ма? Оны қинап кешегі Айқын сияқты мяқ Шерзат бауырымыз Тоқаев мяқ өзі не айтып жатқанын да білмейді. Сондай керек па сендерге? Ондай өтірік жанашыры ойбай там мен мынандаймын деп. Оның құны бір тиын, оның құны, оның айтқаны бар ғой, Шерзат жайлы болсын, басқа жайлы болсын, ана Қазақстанда проблема болып жатқан. Ол жүректен айтып жатқан жоқ ол. Сендер қинап жатқаннан кейін айтып жатыр ол. Осы керек па бізге сол? Өтірік сондай жанашырлар, өтірік патриоттар керек па? Ол бір, екінші соларға айтатын, сол ана блогерлер, там жұлдыздар, который сол қорқып қазір дірілдеп там анау-мынау бір посттар, стористер салып жатқандар, там Шерзат, там басқа проблемалар жайлы. Сендердің араларында только анау шешеден боқтайтын бір жігіт бар ғой, блогер, только сол жігітше айтты. И бір қыз бар, бір келіншек, атын есімнен шығып тұр қазір. Ол да айтты, құрып кетіңдер сендер Шерзатмен қосып деп айтқан. Сол екеуі қана айтты. Қалғандар мық еткізіп, дірілдеп, там троить етіп кетті да, қорыққаннан уже басталып жатыр ондай нелерді. Сендерге айтайын да, не деген сүмелексіңдер сендер? Сендерде кішкене рух деген, намыс деген бар ма? Қанша блогерлер болсын. Енді айтпайсыңдар ма? Адам ұқсап айтпайсыңдар. Менің контентім басқа. Мен контент развлекательный, мен настроениялы адамдарды көтеремін. Қызық болсын деп. Развлекательный, просто мынандай мен ха-ха-хи-хи, сондай мен контент деп. Или басқа башы адам ұқсап, араларында нешті жігіттер бар, азаматтар бар. Айтпайсыңдар ба, мен не обязан сендер Шерзат туралы айт, мен еркін адаммын, мен өзім білемін, айтам ба, айтпаймын ба, сендер маған хозяин емессіңдер, мен сендердің құлдарың емес маған айтатын, отписка істесеңдер, істеңдер. Көрсетпейсіңдер мінездерін еркек бір тобырдың құлы болмай. И естерінде болсын, ол халық айтып жатқан жоқ. Это конкретная группировка, сол анау Шерзаттың нелері, подружкалары, там достар, туысқандары, әке-шешесінің нелері, жерлестері, солар істеп жатқан. Это конкретная группа, там 50 мың, 100 адам, 100 мың жинап алған адамдар, солар конкретно сендерге атака істеп жатыр. Оны басқарып отқан там Шахноза, Дильноза, там нелер, анау Шерзаттың подружкасы, анау несі мамасының нелері, әйтеуір біреуінде бір қазақ аты да жоқ даже. Олар қазір даже бала шағасына не считает нужным даже қазақша ат қоюға да, есімдерін қазақшалап қойып. Дильноза, Шахноза, Дильмара, там бірдегі Гүлчихра, сондай бірдеңгелеріне. Бәрі өзбекше, қырғызша аттары. Ештеңеден қорықпаңдар, өздері наоборот мінезді көрсетіңдер. Не позволяйте өздері манипуляция жасап. Сенгі той жайлы ма, бір музыка жайлы ма, сен не обязансың о Шерзат жайлы айтуға. А егерде бірақ жүрегің қалау болса, от души айт, шын жүрекпен айт. Ата қинап қамшымен ұрып сен, или там отписка деп сен терроризировать етіп, сен шантажировать етіп айтқызғатындай. Онда айтқандарың бір тиын керек емес. Сол мен челлендж жайлы неде. А енді Бақыт деген кісі туралы, ана кірпікпен көрдіңдер ғой, не жүргендер, ол қарындасы, кімнің туған қарындасы емес, енді бірақ кімнің тетясы болып келеді, әпкесі марқұм Шерзаттың да. Оны ол өздерің прекрасно көрдіңдер, прямой эфирлерін көрдіңдер. Қазір видеодаларда жүр, тиктокта да, ютубта қанша видеолар жүр. Ол тікелей прямой текстпен бүкіл қазақ елді боқтады, шешесінен боқтады. Намысқа қазақтың намысына тиетін қандай сөздерді айтты. Қарақалпақтармен қорқытты бізді. Сол жақтан әкелем деп. Президентіміз туралы не деген сөздерді айтты. Ал бұны енді елден шығарамыз. Ол Қазақстанның азаматшасы емес екен. Ол Россияда жүріп бүлдіргеннен соң азаматшасы ма, Өзбекстанда бүлдірген, енді о жаққа да енді баласы баратын жері жоқ. Тыныш жүру керек еді, сол баратын жері бар оған. Жүрген жерде бүлдіріп, енді Қазақстанға келіп алып бастап жатыр. Тікелей текстпен дағдарысқа шақырды сол жерде. Келіңдер, қопарыңдар мына жерді, давай қиратыңдар, көмектесіңдер мына жақта кімді ұрып жатыр деп. Қаржаубайды ұрып жатыр. Оны газелден түсіріп жатса, пышақ ұстап алған адамды. Оны ұрып жатыр, тепкілеп жатыр деп. Кәдімгідей прямой эфирде 50 мың адам отырды, соларды шақырды дағдарысқа. Соны айтам мен, сол терроризмге, экстремизмге жақын адамды, бір грамм қазақты сыйламайтын,
маған айтпай ақ қойыңдар, оны ашуымен айтты. Ол наоборот өзің шын бетін көрсетті, маскасын шешіп. Қалай ол қазақты сыйлайтын, қалай Қазақстанды сыйлайтын көрсетті ол сендерге. Сол экстремизмге, терроризмге жақын адамды, тыныш жүре алмайтын адам керек емес бізде Қазақстанда. Соны қолдайтын адамдар қазір жүгіріп жүрген адвокаттары ма, там блогерлар ма, Ахмадиев сияқты адвокаттар, сатқынсыңдар сендер. Міне қазір мен прямой осы неде записьті айтып жатырмын, сатқынсыңдар сендер. И сол именно Реймова бақытты қолдап жүрген адамдардың бәрі сатқын. Ондай адам Қазақстанда керек емес. Бізге тыныштық, бейбітшілік керек. Ондай дағдарысқа шақыратын, ондай шум, ана бала өлімнің, Шерзатты өлімнің шоуын жасап, бүкіл Қазақстан миын айналдырып жіберіп берген, ондайлар керек емес. Естіп жатсыңдар ма? Сондай адамдарды қолдап жүрген. Ондай адамдар сырттан келе берсе, ондай адамдар біздің елімізде көбейе берсе, Қазақстанда ешқашан тыныштық болмайды, ешқашан бейбітшілік болмайды. Сол естерінде болсын. Тағы да айтамын, сондай адамдарды қолдап жүргендер сатқындар, қазақтың сатқындары. Хайп іздеп жүргендер.